Жалпы бұл бізге бәрімізге керек. Серіктестікті алға жылжыту үшін бізге оқу керек. Жалпы бізге жаңағы әлемде не болып жатқан трендтерді білуіміз керек, өз-өзімізді қалай ұстау білуіміз керек, жаңағы әртүрлі жағдайлар болады. Сол жағдайлардан қалай шығуымыз керек, соның бәрін біз үйренбесек, өзіміздің бұрыннан жинаған білімдерімізбен қазіргі заманның сұранысына бізді төтеп бере алмаймыз. Сол себепті оқиық, бірге отырайық, қысылмайық, ойларымызды айтайық. Оқып алғаннан кейін өзіміздің серіктестігімізді, тазалықты одан биік шыңға жеткізейік деген. Сәттілік. Я Байдельдинова Эльмира, сертифицированный тренер развития эмоционального интеллекта, профессиональный коуч. Сегодня провожу тренинг для руководителей Астана Тазалык. Тема стресс, менеджмент, управление стрессом. Сегодня мы поговорили, что такое стресс, определили виды и дали понятие стрессу, определили, какие факторы вызывает этот стресс, и осваиваем техники и инструменты противостоянию стрессу. Сегодня участники очень активно вовлекаются во все процессы, активно выполняют тесты, диагностировали свой стресс, выполняют различные техники, они вовлеченные, с интересом, с радостью воспринимают информацию. И в этой группе очень приятно и легко работать.